Сіздер 8-ші сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English plus 8 The Natural Word тарауына байланысты берілген БЖБ жұмысының жасалу жолымен және де жауаптарымен таныс боламыз. Сабақты бастайық. Task 1. Reading. Read the text. Write true or false. Correct the false sentences. Бірінші тапсырма оқылым. Төмендегі берілген мәтінді оқы дейді. Одан кейін осы мәтінге байланысты 6 сөйлем берілген. Осы 6 сөйлем мәтін бойынша дұрыс немесе бұрыс екенін анықтау қажет, және де бұрыс сөйлемдерді дұрыс сөйлемге айналдыр дейді. Let's begin. Мәтінді оқып аударып уақыт кетірмей қояқ. Бірден тапсырмаға көшсек. The Caspian tiger and the orchards are endangered animals. Каспийлік жолбарыс және де зубр дейді. Зубрлар, orchards деген зубрлар жойылу қаупіндегі жануарлар. No, it's false. They have already become extinct. Бұл бұрыс сөйлем мәтін бойынша, себебі олар әлде қашан жойылып кеткен. Next. Thousands of years ago, there were mammoths in Central Asia. Мыңдаған жылдар бұрын орталық Азияда мамонттар болған. It's true. Paleontologists are artists who draw pictures of extinct species. Палеонтологтар ол жаңағы суретшілер дейді, жойылып кеткен жануарлардың суретін салатын. No, it's false. They are scientists who study the fossils of plants and animals that lived long ago. Олар, бұлар ғалымдар. Бұл сөйлем бізде үшінші сөйлем false, бұрыс сөйлем, себебі палеонтолог деген бұл ғалымдар көптеген жылдар бұрын өмір сүрген болған жануарлар мен өсімдіктердің жаңағы структурасын зерттейтін, топырақты зерттейтін. Next. Prehistoric people sometimes made tools from the bones of the animals and animals they hunted. Ертедегі адамдар өздері аулаған аңдардың сүйектерінен әртүрлі құралдар жасайтын болған. It's true. About 15,000 years ago, many large mammals died because of the cold weather. 15 жыл бұрын көптеген жаңағы сүтқоректілер күннің суықтығынан жойылып кеткен. No, it's false. They couldn't find enough food. Олар тамақтың аздығынан жойылып кеткен. And the last one, scientists might clone a mammoth one day. Ғалымдар бір күні жаңағы мамонттарды клондап шығару мүмкін дейді. It's true. Next task is writing. Келесі тапсырма бізде жазылым. Answer the questions. Төмендегі берілген сұрақтарға жазбаша жауап беру керек екен. Қалай жауап беруге болады? Мына жерге қалдырып кетейін. Why it is important to protect endangered species? Яғни жойылу қаупіндегі жаңағы тұрған жануарларды немесе өсімдіктерді не үшін қорғау қажет? Қорғау маңызды. It is important to protect endangered species because they play an important role in maintaining the balance of ecosystems. Деп жауап берсеңіздер болады. Next. What can you do to help save endangered animals? Сен жаңағы жойылу қаупіндегі жануарларға қандай көмек бере аласың? To help save endangered animals, you can support conservation organizations by donating money or volunteering your time. Яғни сен жойылып бара жатқан жануарларға жаңағы арнайы организациялар, ұйымдарға ақша аударсаңыз болады, немесе өзіңіздің уақытыңызды арнасаңыз болады. Next, which of the animals and plants you can find at Қорғалжың Nature Reserve? Қорғалжың қорығында қандай жаңағы жануарлар мен өсімдіктерді көруге болады? At the Қорғалжың Nature Reserve, you can find various animals such as saiga, antelope, flamingos, wild horses, and birds like swans, ducks, and geese, and different plants. Next, what do you know about Turgen waterfalls? Turgen водопады туралы не білесіз дейді.
Turgen waterfalls are the series of beautiful waterfalls located in the Turgen Gorge in the Zelinsky Alatau mountain range in Kazakhstan. They are a popular tourist attraction known for their beauty. Яғни бұл Қазақстанда орналасқан екен, және де ол өзінің жаңағы немен водопадтармен танымал екен, сол водопадтардың әдемілігімен. Next, why are animals get endangered? Жануарлар не үшін жойылып бара жатыр? Animals can become endangered for several factors such as habitat destruction, pollution, climate change, illegal hunting. Жануарлар не үшін жойылады? Яғни бірнеше себебі бар дейді. Жаңағы өзінің несі мекендейтін жерінің бұзылуына, ластануға, климаттың өзгеруіне және де браконьерство дейміз ғой, заңсыз аң аулауға байланысты. Next, do you know plants that get endangered? Сіз жаңағы жойылып бара жатқан өсімдіктерді білесіз бе дейді. Some of the plants that get endangered in Kazakhstan are tulips, snow lotus, wild apple trees and safflower деп жауап берсеңіз болады. Яғни бұл бізде Қазақстанда жойылып бара жатқан бірнеше өсімдіктің атауы. Осымен БЖБ жұмысы аяқталды. Егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Goodbye.